Орданың киелі топырағында дүниеге келіп, Ақжайықтың асау толқынынан нәр алып өскен қазақтың біртуар ақыны Қайрат Жұмағалиевке ескерткіш тақта ашылды. Ол қаламгерге тән адамгершілік, азаматтық қасиеттерімен ерекшеленген ақиық ақын. Ұлтжандылықты әрдайым ту еткен Қайрат Жұмағалиев өмірінің соңғы жылдары туған жері Оралға келіп қызмет атқарды. Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде кеңесші болып еңбек еткен шайырға ескерткіш тақтаның ашылуы ақынға арналған игі істердің бастауы болар анық. Қайрат Жұмағалиев Алатау бөктерінен Жайық жағасына 2009 жылы көшіп келіп, жас ұрпақ тәрбиесіне өзінің отансүйгіштік өлеңдерімен нәр берді. Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде директордың кеңесшісі болып қызмет атқарғаны мәлім. Сондықтан ескерткіш тақтаның осы мекеме қабырғасында ашылуы заңды. Ескерткіш тақтаның ашылуына ақынның зайыбы София Нығметоллақызы, ақын Ақұшта Бақтыгереева, жазушы Сара Ләтиевалар жүрек тебірентерлік пейілмен сөз сөйледі. Шарада Жаһанша Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжінің студенттері ақын жырларын жатқа оқыды. Ғасыр ауыр азап шеккенде, көз жасымыз енді ғана кепкенде, аналардың арқасында қазағым дәл осындай осы күнге жеткенде. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әншісі Мәди Сабыров Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың анашы мәнін нақышына келтіріп орындады. Ақын Қайрат Жұмағалиевтің 30-ға тарта жыр жинағы жарық көрген. Сондай-ақ ол әлем әдебиеті жауһарларын қазақ тіліне сөйлеткен шебер аудармашы. Жайық пресс ұжымы ұйытқы болған игі шара алдағы істерге бастау боларына да сенім мол. Осындай мықты тұлғалы болып қалыптасуына әсер ету, ол кісінің өзі айтқан сөзі арқылы. Мінекей Жайық пресс ұжымы осы Қайрат ағамыздың рухына бағышталған іс-шаралардың бірі ретінде және бүгінгі өскелең ұрпақ үшін арнайы бүгін тақтаны ашып отыр. Қайрат Жұмағалиевтің өнегелі өмірі, айтқан өсиеттері арқылы жас ұрпақ үлгі тұтарлық шара соңы ақынның жыр жинағы көрмесімен жалғасты. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Елдар Айыбов, Ақжайық арнасы.